Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен оңай әрі жылдам дайындалатын сүзбелі бәліштің құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі таза ыдысымызға қант саламыз және де ерітілген сары майды салып, қант аздап ерігенше венчикпен араластырып аламыз. Енді бір дана жұмыртқамызды салып, тағы да біркелкі консистенция болғанға дейін араластырамыз. Келесі 200 граммдай ұнға жарты шай қасық қопсытқышты салып, құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын болған құрғақ ингредиентті сұйық консистенцияға салып, жұмсақ қамыр елейміз. Міне достар, бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Келесі осы қамырды жаятын боламын. Қамырдың диаметрін, яғни формамыздың диаметріне сәйкестендіріп жаюымыз керек. Келесі майланған формаға қамырды осылай 2 рет бүктейміз және де қамырды формаға келтіре отырып орналастырамыз. Енді формадағы қамырды вилкамен осылай кесіп шығамыз. Келесі бәліштің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұсақталған 400 грамм ірімшік керек және де оның үстіне қант саламыз. Аздап қаймақ саламыз. 2 дана жұмыртқаны салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Егер де сіздердің ірімшіктеріңіз ірі болса, оны блендердан өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Міне достар, біздің салмамыз осындай болып шықты. Яғни консистенциясы каша тәріздес. Келесі осы салманы жаңағы формаға жақсылап жан-жағына келтіре отырып саламыз. Енді бәлішті 160 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің сүзбелі бәлішіміз дайын. Бәліш піскен соң 30 минуттай үй температурасында суы керек. Содан кейін ғана оны жеуге болады. Яғни кескенде де оңай кесіледі және де ешқандай жан-жағындағы бортиктары түспей, видеодағыдай әдемі болып шығады.